zat isim degenimiz zattın atın bildirетін сөздерді biz zat isim дейміз, ya. Zat isim sıraqları kim, ne, kimдер, нелер. Мысалы, не? Адам, не, terezet, kim, әнші, оқушы мысалы, ya. Тағы да айтайықшы. Не? Terezet, нелер? Гүлдер, немесе терезелер дұрыс айтасыздар. Есіктер, кімдер? Адамдар, оқушылар, адамдар дұрыс айтасыздар. Мінекей, осындай сұрақтарға жауап беретін сөздерді біз зат есім деп атаймыз. Тоқтаңыз. Оқулығымыздағы 8 бетті ашамыз. 10-шы жаттыққа қарайықшы. Бергені оқимыз. Көшіріп жаз. Және одан кейін біз не табамыз? Зат есімді табамыз. Қане бастаймыз? Көшіріп, әдемі көркем етіп жазамыз. Тоқтайық. Hayvanlar, koyanlar, өсімдіктер, немендер, көкөлер, талдар, өзендер, аюлар, тар. Ал балалар, сіздерде қандай сөз шықты ортасынан? Зат есім сөзі шыққан екен. Қане атаңыздар қандай сөздер екен зат есімдер? Қаз, балапан, тері, сарыс, қалық, өрмекші. Жақсы. Нелер? Паркалар, Нелер? гүлдер, Нелер? ағаштар, Өте жақсы. Не? Не? гүл, Не? тегіс, Әйнек. әйнек, Не? доп, Доп. Кімдер? дәрігерлер, Кімдер? адамдар, Кімдер? балалар, Жақсы. Кімдер? Құстар. қаз, балапан, түйе, шеге, сандық, белдік, домбыра. Керемет. Жазуын көшіреміз мәтінді, содан кейін зат есім табамыз. Жақсы ма? Қолымызды ашамыз Аруна. Жарайсыңдар балалар. Бізде сонда ортасынан қандай сөз шығып тұр? Зат есім. Зат есім сөзі шыққан екен. Әдемі жазамыз. Жақсы. Түлкі не? Түлкілер, Тал. талдар, Өзен? өзендер, Аю. аюлар. Кім? Кім? Бала. Кім? Кім? Өте. Сабақ қалай өтті? Керемет. Бүгінгі сабақ қалай өтті? Өте жақсы. Жақсы, әдемі жазамыз.
қандай сөз шықты? Зат есім шықты. Зат есім дегеніміз не? Заттың атауын білдіретін сөздер. Сұрақтары? Кімдер, нелер? Жақсы. Сонда сіздерден заттардың атауын атап шықыңыздаршы. Қаз, балапан, түйе, сандық, Өрмекші екен. Жақсы, жарайсыздар балалар. Ортасында балалар қандай сөз шықты? Зат есім шыққан екен.